Жыл басына таласқан хайуандар. Бұрын ерте заманда хайуандар жыл ағасы болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылыма шейін арқан жіп еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен болам дейді. Сонда түйе айтты: сен адамның жұмысын қылсаң, сұлы, шөп, асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне мен сен көтер алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кезіксе соны қоре кетіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болуға маған лайық деді. Сиыр айтты: адам егін ексе менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт май істейді, жыл басы болу маған лайық деді. Қой айтады: мен болмасам киіз үйін немен жабатын еді, жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жіп еседі, сүтімнен құрт май алады, шаруаға менен пайдалыларың жоқ деді. Ит айтады: мен болмасам сендердің көбінді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Мен сендердің баршаларыңның бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, еме хабар беремін деді. Әтеш айтты: мен болмасам кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп шақырып, хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын деді. Сонда тышқан не айтарын білмей тұрды да, бір түрлі қулық ойлап жиылған көпке айтты: бұл таластан еш нәрсе өнбес, жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын деді. Өзгелері қарап тұрғанда түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостап бәрі қарасып тұрды. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мінді де отырды. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды көріп, еш нәрсе демепті. Соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе болса бойына сеніп, құр қалыпты.